Лейтенант Арарат Қайранасов өмірде қол ұстасар қосағым сұлу болса екен деп сонша құмартатын. Бүгін сол сұлуға қол жеткен сыңайлы. Енді ұзамай некелерін қидырып, бір отауға түсін түзетіп, ерлі-зайыптыларға тән тіршілік кешсе. Міне мынау біздің үй, деді Надежда. 41 деп жазылған құрым есіктің түймедей қоңырауын үстіне басып тұрып. Бірақ ешкім шыға қоймады. Сосын былғары қол сөмкесін шыр еткізіп ашып, майда шүйдесін әрбер ақтарысып, іздеген таба алмады. «Мен кілтімді тастап кетіппін. Десантшы мырза, көрсет өнеріңді». Алма бет жылтыр жүзі Надежданың сабырлы қалпынан, сол сәт дірете қалған кірпігінен көзін алмай, жүрегінің әр дүрсілін сүйген қызының әр қимылмен, аузынан шыққан сөзімен өлшеп өмір сүріп тұрған Арарат. «Қазір», деді де көкшіл түсті әскери көйлегіндегі төмен салбыраған галстугын жоғары қайыра байлап алып тысқа атып шықты. Ләм деп қарсы сөз айтпастан қара бәтеңкесінің табанын бірінші қабаттағы балконға тигізді. Табанын тигізіп тұрып, екінші қабаттағы балкон жақтауына жастық қайратын, болашақ өмірлік қосағы алдындағы бар қажырын сала ұмтылды. Екінші қабат пен үшінші қабат алдындағы бөлікке табан тірелей бос саңырау көрінді. Соған бәтеңке тұмсығын тигізіп, «Бісміллә» деп күбірледі. Бұл әкесі Қайранастың бала күнінен үйреткен тәлімі болатын. Мұсылман бола тұра, ол «Бісмілләсіз» сөз бастамайтын. Өз дініне селсоқ қарап бара жатқан кездерінде көкшіл көз Мартиронмен танысып, ақыры бірге түтін түтетсе, сол шаңырақтағы мұсылмандықтың бір белгісі өзі өмір бойына айтып келе жатқан осы қасиетті сөзді баласына да қайталап отыратын. Алыс жолға шығарда, биікке көтерілсе, «Бісміллә» деп атап, төменге түсерде айтпай-ақ қой, ол өз мекенің дейтінді де түсіне қоймайтын. Сөйтсе, жердің адамның мәңгілік көрпе жастығы екенін есі кіргесін ғана біліп жүрді ғой. Әлгі кетікке аяғы іліккен үшінші қабаттың білектің жуандығындай білтемірінен ұстап, төртіншіге бір-ақ секірді. 4 жыл бойы әскери училищедегі соғыс ойынының соңында кешкен от пен судың пайдасын сүйген қызының алдында іске асырды да, балконға жеп-жеңіл етіп, қолын шекесіне апарып тұрып, «Лейтенант десантшы Арарат Қайранасов, сіздің бұйрығыңызды орындады», деді. Надежда болса мәз. Ілкі сәтте былғары сөмкесін шырт еткізіп ашты да, ішін сәл-пәл ақтарып, есік кілтін оп-оңай тауып алды. Сөйтіп, ойындағысын кәмпитке қызықтыратын баладай, «Мінеки» деп қолын бұлғап, жүгіре басып ішке енді. Кірген бетте, ептілігімді ешкімде көрінмедім екен дегендей, тұла бойын жел бунап тұрған балкондағы жас лейтенанттың көкшіл погонына басын қойған Надя. «Мен сені сынап едім», деді. «Ал мен бұйрықты орындадым». Екі ерін сол сәтте бір ерінге айналып кетті. «Сенің атыңды неге Арарат қойған?» деді Надежда, балконда шай ішіп отырып. «Бұл таудың аты. Әкем Арменияда жол сапарда жүргенде шешем қойған екен. Тезірек аман оралсын десе керек. Әрі таудай биік болсын деген шығар. Сонда сені босанғалы жатқанда папаң жол сапарда жүрген бе? Перзентханаға бармаған ба? Әкем келгенше шешем шығып кетіпті. Сонда әкеңнің өмірінде бір ретте перзентханада жол түспеген болып тұр ғой. Өзің жалғыз баласың, жалғыз мүмкіндігінен айырылып, мен сені олай жібере алмаймын. Бұйрықпен кетсем ше, бұйрығыңды бұзып жіберемін. Ал папаңның фамилиясы неге Қайранасов? Бұл қазақша не деген сөз?» «Бұл жақсы есім, қасиетті Құранмен алынған. Адамның жақсысы қайырымды деген ұғымды білдіреді». «О, лейтенант Арарат Қайранасов». «Не, менің фамилиям үйленуімізге кедергі келтіремен, Надежда Разина ханым?» «Жоқ, сен қызыл диплом алсаң, сосын Мәскеуде қалсаң ғана үйлену тойымызды жасаймыз. Осы екінші тапсырманы орындасаң, Разинның қызы сенің жарың болады.
талшыбықтай жеңсе қыз, алма бет ұялы көзге біткен ұзын кірпіктерін қағып қалғанда Арараттың әкеге артқан тәмпіш танауының үсті болашақ жары құйған шайдан ба, әлде бір тосын сезімнен бе тершіп кетті. Қайтсем де орындаймын. Қызыл диплом алатыным анық, қайтсем де округте қалуға тырысамын деп іштей әскери әуенмен ант бергендей болды. Екеуі тойдың мерзіміне кесінді болмаса да бұлдырау келіскен сыңайлы еді. Міне, күн жерді айналып өтіп, Арараттың тұтқынатқанығында тәулік болды. Кеше осы уақытта бұйрықты орындау үстінде қолға түскен еді. Қазір де міне, жұмыр жердің бар ұятын жиып алып, дөңгелек күз қызарып, ұясына батып барады. Бұны өзі жамбас тигізген жалғыз терезелі жертөлені тұмшалаған қараңғылықтан сезіп жатыр. Аяғының жарасын таңып кеткеннен кейін ыза иісі аңқыған жер астында ешкімде бас сұқпады. Дұшмандар мұсылмандарды бірден о дүниелік етіп, кәпірлерді аяусыз қинайды деген қауесетті майданға кіргелі естіп жататын. Маған жазаның қайсысы бұйырар екен? Менің әкем мұсылман, шешем кәпір. Мұрным әкемдікі, көзім шешемдікі. Көзім шешеме тартпаса, Надеждаға құмартар медім. Надя таза орыс қызы. Көзі көк, мұрны сүйір, талшыбықтай. Кейін мамам секілді толық әйел болар еді, бала тапқасын. Оның айтқанының бәрін орындадым. Ол деп одан әрі сабақтай бергендегі ой шорт үзілді. Үстіне ақ желең жамылған біреу тепешікпен сәл иіліп төмен түсті де бас жағына тұра қалды. Соңынан ере келген ораған сәлдесі басынан ақ қомақты біреу орысшалап: «Аяғыңның жарасы тез жазылады, сол үшін емдейміз», деді де сәл іркіп қалды. «Жеңіңді түрің?» Бұл шаң тозаңнан қақ болып қатып қалған гимнастерканың жеңін түріп жатқанда ақ желеңі желп-желп еткен тағы біреу келіп, бетінде майы қалқыған ыстық сорпаны қол созым жерге қойды. «Әлдені бал, уколды көтере алмай жүрерсің. Мыналарың адам екен ғой өздері. Дұшмандар біз ойлағанда емес екен ғой». Шылдыраған асқазанға майдай жаққан майлы сорпаны ішіп болар болмастан тұмсығынан көз жасы мөлт-мөлт еткен ұзын инені күре тамырына бойлата сіңдірді де сызықтатып сары дәрі жіберді. «Енді жатта демал», деді ақ желеңнің сөзін аударған сәлдені. Арарат бойы босап бір мамыражай жұмбақ әлемге ауысып бара жатты. Надяның ауылында бәрін орындадым. Қызыл диплом алдым. Мәскеу округінде взвод командирі болып қалдым. Тек ауғаннан қала алмадым. Қалғым да келмеді. Соғысты аяқтап қайтам деп аттанып кеттім. Солдат соғысу керек және өлу керек деген бе Суворов? Жоқ, мен өлуге тиісті емеспін. Артымда Надя күтіп отыр ғой. Ол перзентханаға бара қалса, ешқандай бұйрыққа қарамай гүл алып құстай ұшып жетер едім. Менің әкем жалғыз ұлы алып берген өмірдегі бір мүмкіндікті пайдалана алмай далада қаңғып жүрді. Әкемнің ұсақ түйегі көп адам, үйге кіруі де қиын. Қақырынып түкірініп сипаланып жүріп алады. Мамам бәрін түсінеді, бәрін өзі бітіреді. Біздің үй шешем болмаса шаңырақ ортасына түсер еді. Өзім қалай тұтқынға түсіп қалдым? Өзім ғой дыздықтап тұрып алған. Айтты айтпады. Осы мен әкемнен асып ешқайда бара алмаспын. Взводпен 41 шаршыдағы төбені аламыз деп, осында дұшман біткеннің бәрін қойдай қырып қолға түсірем деп жүріп, өзім қоршауда қалдым. Медаль керек болды маған. Орден керек болды. Әйтпесе бір күн минометпен атқылап естен тандырайық деген рота командирінің айтқанына көнбей өзімше дәлел кетірдім. Үн-түнсіз барып, отырған орында бас салайық деп жүріп, өзім қоршауда қалдым. Олар бәле, тау-тас бәрі өздерінікі, бәрінің тілін біледі. Бізше келімсек мұлқаулар таумен де таспен де табыс алмай, ақырында өзіміз сорлаймыз. Кім шақырды екен біздей мұлқауларды осы биік-биік біреудің тауына? Жігіттер құтқарады, бүгіннен қалдырмай құтқарады. Минометтің дауысы неге шықпайды? Надяның аяғы ауыр емес пе екен? Әзір баланың керегі жоқ. Кемі 5 жыл
өзіміз үшін өмір сүрейік, деді ғой Надежда неке қиярда. Ақырылды өзі Надя. Қараңғы жертөледе қиялын серік еткен Арарат одан әрі ой қармап алмай есірткінің есті алған уыты арасында тәтті ұйқыға көмілді. Осыны күтіп тұрған сәлделі дұшманның жалдамалы оташысы жас лейтенанттың жаралы сол аяғының етін сылып тастап сүйегін аралай бастады. Жан жарын құлай сүйген жас лейтенант тәтті ұйқы құшағында жүрегіне түскен жан жарасында адамдар қолмен сылып жатқан тән жарасында сезбестен мамыражай жатыр. Жер бетіндегі аяғы жоқ кәпірдің саны тағы да бірге көбейсін. 42-ші размерлі бүлдірлі етіктің ойқастана ойнақтатқан жігіттің қуатты да тегеурінді аяғы бұрыштағы қоқыр-сұқыр салғышқа ұшып барып тарс етті. Жер төлеге үсті басы оқамен өрнектелген тағы біреу кірді. Ақ желеңнің жер-жерінде қан жұққан оташыға қараған ол сәл жымиып, екіншісінде кесіңіз, деді. Бұл отанына оралатын сарбаз ғой, тақсын өңіріне медалінің бәрін, деді де ұйқы құшағында жатып, беті жыбыр-жыбыр етіп қалған жас тұтқынның жұмулы көзіне суық жанарын қадады. Кәпірің былқ ететін емес. Оташы бұйрықты екі еткен жоқ. Бірінші аяққа салған өнерін екіншісінен де аямай, жаңқадай жарасы жоқ сау аяқтың сауабын алуға кірісті. Етін жапырақтап сылып, қол арасы тісі сиятындай сызат қалдырып, адам сүйегінің құмдай ұсақ үгітіндісімен қызыл-қызыл ыстық қанды қоса ағызып тізеден жоғары бөле бастады. Бұл адамзат ақыл ойының жемісі, ештеңе демеу болмай мәңгі мүгедек қалсын деген қисынмен оташтының бұйрықты асыра орындаған опасыз ойынан туған әрекет еді. Жас офицер тәтті ұйқыда, дәл қазір оған апиынның адуын уы қайтқанша осыдан артық жұмақтың керегі де жоқ болатын. Ол қою қараңғыда көзін ашты. Екі аяғы қақсап сырқырап барады. Аяғының ұшын қозғайын десе, әлде бір сиқырлы тегеурін күш бірден басына теуіп, миы шымырлаймау, әйтеуір түсініп болмас дүние. Ақ жамылғы астында қолын жүгірткен жуан саннан сөл төмен ештеңе ілікпеді. Бұнысы несі? Деді Арарат. Жаралы аяғым біреу-ақ еді, сау неге кесті екен? Сірә кесуге тура келген болар. Жас лейтенант әскери жарғы рәсіммен тұтқынға тән сабыр мен бәрінде ет пен терінің арасында көн терді сыйғыза білді. Бас жағында ыстық сорпадан босаған қалайы тостаған, ерні кеберсіп таңдайы құрғап барады. Белден төмен күш салайын десе, мың сан ине миын шұқылайды. Таң ата ақ желең жамылған тағы да біреу келді де. Ыстық шай ішесің бе? Деді. Бұл басын бұрды. Тұтқынның тіл қатып кішірейгені мақұл. Патриотизм туралы әңгіме өткізген саяси жетекшінің сөзі құлағына келді. Қасына қойған шайден ұрттап, таңдай жібіткенде ағарып таң атты. Ақ желең жамылған біреу, үсті басы оқа тағы біреу келіп, алға озған оқ алысы ауыз жыбырлатып бірдеңелерді айтты. Бұлар кешегілер еді. Бірақ ешқайсысын түсін түстеп тани алмады. Тілмаш ауыз жыбырлап, әлгінің сөзін сөзбе-сөз аударды. Халің қалай? Біз сіздің аяғыңызды кесуге мәжбүр болдық. Әйтпесе аяғыңыздың жарасы асқынып, өмір сүруден қалатын едіңіз. Екіншісі неге? Деп сұрай алмады. Офицердің идеологиялық рухқа шыңдалған намысы жібермеді. Жаты демал, жақсылап тынық, деді де, оқалы дұшман бастап жертөледен шығып кетті. Жаралы жас жауынгер тағы да жалғыз қалды. Тағы да ыстық тамақ әкеліп, күтуші болып жүрген ақ желеңді біреу қасық жалдап аузына апарды. Жалғыз жатып көрген зәбір мен жападан